Сәлем, біз бүгін сочный, мощный, нежный болатын курицаны духовкада запекать ететін боламыз. Ол үшін бізге қажет первый ингредиент, ол біздің тауықтың грудкасы. Тауықтың грудкасының арасында білесіздер өз мелкий сүйектері, өз шеміршектері болады, солардың бәрін аккуратно кесіп алып тастайсыз. Одан кейін кубиктап, не сильно мелкий, не сильно толстый қылып турап алып чашкаға саламыз. Одан кейін надо будет поперчить, посолить, күштілеп тұрып қосатын дәмдеуіштеріңіздің бәрін қосасыздар. Мен люблю паприку добавлять. Өйткені паприка өзі ерекше дәм береді, еще түс береді. Одан кейін оливковое масло кішкене құйдым. Егер оливковое масло болмаса, сұйық май құюға болады. Одан кейін күштілеп араластырып, оны қойып қоямыз. Одан кейін біз оның мощный қылдыратын, сочный қылдыратын смесь жасаймыз. Ол үшін 2 жұмыртқа керек. Жұмыртқаның қабығы түсіп кетсе, үстіп мен сияқты алып тастайсыздар. Одан кейін свежий чесночок, оны жаңағы қысқыштан қысып, мелкий қылдырып шығарып аламыз. Одан кейін жарты стақан сливки құямыз. Сливки болмаса, сметананы көбірек қосып жіберуге болады. Сосын сметана қосамыз. Без разницы қандай жирность болады. Содан кейін сыр, твердый сыр дейді ғой, қатты сырды мелкий теркадан өткізіп аласыздар. Одан кейін жаңағы сместің үстіне оны қосамыз. Обалденный дәмі, керемет, тіл үйірілетіндей, балалар күшті жейтін тамақ, сол себептен жасап көріңіздер. Бәрін қосып алыңыз. Чуть-чуть надо посолить, потому что сырдың өзінде несі болады, тұзы болады. Сосын кейін поперчить етіп, араластырып аламыз. Противенді дайындап аламыз. Оның арасында духовканы қыздырып қою керек. Содан кейін жаңағы тауығымыз сол маринадталады кішкене. Тұзы бәрі сіңеді как раз. Содан кейін оны салып, сосын смесімізді құйып, сосын үсті жылжытып қоясыздар, чтобы ортасына тауық бәрі полностью массаға кіру үшін. Сосын кішкене қалған сырыңызды бетіне жабасыздар. Одан кейін фольгамен бетін жабамыз да 200 градусқа 25-30 минутқа жібереміз. Содан кейін фольгасын алып тастаймыз да, тағы 10 минутқа жібереміз. Сол кезде вуаля, керемет тамақ. Тез, өте оңай жасалатын тамақ. Так что пробуйте. Менің каналыма жазылыңыздар, подписка жасаңыздар, лайкты аямай басыңыздар. Сол кезде күшті рецепттер менің каналымда пайда болады. Лайк пен комментарий бесплатно, так что жазыңыздар. Вот теперь результат нашей запеканки. Реально сочный, мощный обжат. Это гарантированно. Так что пробуйте. Менің күйеуім оны прям в восторге жейді. Так, оны енді алып көреміз. Тауық енді такой степень нежнейший болып шығады. Прям обычно грудка сухой болады ғой, бірақ осы запеканкада осындай күшті, начинкасымен күшті болып шығады. Так что пробуйте. Оңай және тез, реально сочный, мощный болып шығатын запеканочка. Ас болсын!